Ал жалпы мынау адамның иммунитеті іште, іш құрылыс дейміз. Көрдің бе? 90% іште жатады. Іш құрылысың дұрыс емес пе? Болды. Бүкіл жүйең дұрыс емес. Көрдің бе? Міне адамдардың қарны шығып кетеді. Бұл неден? Біз оны ойлаймыз. Біз бұлай айтады екенбіз. Қарын дейміз ғой. Адамда қарын жоқ қой. Осын білесің де ме? Қарын жоқ, асқазан тұр. Міне қара. Мынау асқазан тұр. Міне тұр ғой, көрдің бе? Мұнан бәрі ішектер. 12 ішек, ас ішек, тоқ ішектер. Қарын жоқ. Малда мынада қарын болады. Олар күйіс қайрат деген сияқты. Сонымен мынандай болып тұрады. Ал біздің ішімізде не? Міне Аллаға шүкір, бүйтіп қарасаң, сенің ішің жоқ е. Анада ылғи қарымды адамдар болды, 3 адам. Соларға мен түсіндіргім. Сол кезде олар жақсы түсінді. Неден ол салбырап жатыр? Міне Аллаға шүкір, біздікі қалыпты. Өйткені асқазан міне мынарда ғана міне. Мынандай асқазан тұр. Ал ол қалай салбырап кетті? Мәселе сонда жатады. Міне менің айтып кетейін дегенім, бәрі жүйе дұрыс жұмыс жасау үшін іш құрылысы дұрыс болу керек. Ішек, бауыр, өттің жұмысы жақсы болу керек. Бауырдың жұмысы жақсы болу керек. Біреулер айтып жатады. Мен бардым, ананы май ішкізді, лимон ішкізді, сүйтті, бүйтті, құстырды, туалетке бардым, бәлем береді. Сонымен мен өтімді, бауырымды шайып тастадым дейді. Ол негіз былай қарасаң бекер нәрсе. Бұл бір су ішіп, бүйтіп шая салатын нәрсеге жатпайды. Мынаның іші деген каналдарды көрдің бе қалай? Мына өттің несін қарап көрсе, бұл қалай ол шайлады? Бұлай ойлап қарасаң, логикаға салсаң, иә? Жарайды, мына ішек қарындарды шай жіберуге болады. Бір немен тітіркендіріп, ішін айдап шығады. Ал бірақ ол мына қатпардың бәрінде жай адамның өзінде 5 килограмм бұлай қақ болады екен іште тұрған. Қалып қойған заттар неше түрлі. Бәленбай жылғы қатып қалған, шықпай жатыр. Оны біздің организм тазалауға болады, бірақ қуат жоқ. Жетпей жатыр, күш жетпей жатыр. Өйткені біздің жүруіміз бар, тұруымыз бар, ойымыз бар. Организмге түскен тамақтың 20%-ін ми алып қояды. Ми жейді екен. Ал басқа нәрсе сонда біз жеп жатқан тамағымыздың өзі құнары барына мен күмәнім бар, мысал үшін. Құнарсыз, иә? Біз сонда жаттығу жасаймыз, сөйлейміз, жұмыс жасап жатырмыз, оның қуатты қайдан алып жатырмыз? Сонда менің айтайын дегенім, ұзын сөздің қысқасы, міне асқазан, жаңағы қарын неден шығады? Зат алмасу неге бұзылады? Неге адамдарда запор болады? Іш құрылыс жүрмейді мұнау. Бұл ішектің бәрі қалай? Мына мысалы, ішектің өзі 12 ішек мысалы үшін, ас ішек, тоқ ішек. Мынаның өзі 7 метр болады. Тоқ ішектің өзі 1,5 метр деген сияқты. Мыналардың қатпардан қалай жүріп жатыр? Іш құрылыс қалай жұмыс жасап, ол шығып жатыр. Дәретпен. Міне, мәселе осында жатыр. Бұл бұлай жүру үшін, бұның бәрінде қимыл қозғалыс болу керек. Қуатты болу керек. Бұлай айтқанда тоқ болу керек. Көрдің бе? Міне, сонда менің айтайын дегенім, мынаның барлығы жұмысы әлсірейді. Неден? Бірақ себеп бар. Суық ішуден. Суық су ішуден болады. Мынадан міне асқазанды қараңыздар, міне келді, иә? Ішкен суың міне өңештен зыр етіп келе қалды. Асқазан 38 градустан төмен емес, плюс 38-бен жұмыс істеп тұр. Жоғарымен. Көрдің бе? Міне мынаған келді. Суық суымыз 0 градус болуы мүмкін, 10 градусқа жетпейді. Бөлме температурасында деген судың бәрі ол бөлменің температурасы емес. Мынара 24 градус болса, 24 градуста су емес ана сулар. 10 градусқа жетпейтін суық сулар. Ол қызып тұрған жоқ, шыныда тұр, суық. Ал холодильниктен алған сулар ол минусқа кетіп қалды. Мороженое дейміз, кем дегенде -20 болады, кем дегенде. Мұз қатып тұр. Міне, біз соны алдықта жедік, өңештен сары мынаған келді. Асқазан 38 плюспен жұмыс істеп тұр, 20 градус минус кеп тоқ түсті, жиырылды. Заңдылық, иә, физика заңдылық қой. Суықта баклажка дейтін бутылкаларды далаға шығарса, кез келген шлангыма не қысылып қалады, тартылып қалады, бүйтсең бырт етіп сынады. Кез келген нәрсе. Сол сияқты. Асқазан жұмысын тоқтатты. Жұмыс істеп тұрған жоқ. Міне осыны білу керек. Ал біз тек қана су ішкен жоқпыз ғой. Су іштік,
неме жейсің тағы? Тамақ жеп отырсың бірдеңе. Жолдан бірдеңе жей салдың. Пирожки, дөнер дейді қазіргі, иә? Жастардың жейтін тамақтары. Міне, дөнер жеп алдың, сұп-суық коламен бірдеңемен. Бітті. Асқазан жұмыс істеп тұрған жоқ. Асқазан жиырылды, оның үстіне келіп тамақ түсіп жатыр. Содан алады да мынау толып келеді да, мынау уже былықты ішінің бәрі. Түк пайда жоқ бізге. Тек қана қуатымызды жұмсаймыз. Ішкен жеген тамағымызды қайтадан туалетке шығаруға жұмсаймыз қуатымызды. Біз қуат алып жатқан жоқ екенбіз. Міне мынау асқазан толды, мынау раны көріп тұрың ма? Жақындаттың ба? Жақындасай şimdi. Міне мына асқазан, мынау мен бітіп. Бұлай тұр ғой міне мына жермен, иә? Кітаптардан қарасаңыздар бүйтіп тұр, астау сияқты. Мынаны біз нығаймыз. 2-3 кружка колама, сума іштік, салқын. Оған келді тамақ түсіп жатыр. Тойларға барғанда қарасаң сонда білінеді міне. Басында келді, сок ішіп алды, салат жеп алды, одан кейін ет келеді, сорпа келеді. Тамақ ішеді, одан кейін жарты сағаттан кейін шай ішеді, шыт жаңа жеміс жейді. Мына асқазан жұмыс істеп тұрған жоқ. Мынау толып барады, керіліп жатыр. Келеді де мына бауырдың, өттің каналдарын қысып тастайды. Бір жағына қарай ығыстырып тастайды. Көрдің бе? Міне. Сонда мыналар дұрыс жұмыс істемейді. Содан кейін мынау суық іштік қой біз. Суық ішкенде мынау бірден келеді де мына өт, бауыр тітіркенеді. Бұл 40 градуспен жұмыс істеп тұрады. Оған келдіңде жаңағы мороженое келді, суық су келді, аналар жұмысын тоқтатты, жиырылды. Бірақ тамақ жеп жатсың, мынау келді де, мынау жиырылып, мына каналдарды қысып тастайды, жабады. Содан келеді де адамдардың айтып жүрген, өтім ауырады, өтім майысып қапты, қатып қапты, тас бар екен, анау мынау дегеннің бәрі осыдан шығады екен. Іріңдеу, полип дейді, анау дейді, мынау дейді, міне. Оның біз аурудың атымен күреспеу керек, оның себебімен күресу керек. Барлық жаңағы бәленің себебі осында жатыр. Жаңағы суық келді, мұнан бәрі тітіркенді. Бауыр 40 градуспен жұмыс істеп тұрған нәрсе, бұл жұмысын тоқтады, не болмаса баяу істеп жатыр. Ал сен де тамақ ішіп жатсың. Ал мынау істеп жатқан жоқ. Содан міне бауыр майланған, холестерин деген бәленің бәрі осыдан шығады. Бастамасы сонда суықтан келеді екен. Содан кейін трансжирлар, мысалы, қорытылмайтын майлар. Ал жарайды, асқазан толды, енді қайда барады? Бізді құтқару керек қой. Асқазаннан сигнал келеді миға. Жарқын жеп жатыр. Енді не істейміз? Толып барамыз біз. Істеп тұрған жоқпыз. Содан кейін миға айтқаннан кейін ми айтады. Онда ары қарай жіберіңдер. Мына арада міне 1 клапан, 2 клапан. Мына төменгі клапан ашылады да, мынау 12 шекке ары қарай кетті. Шекке кетті. Қорытылмаған, өңделмеген тамақтар. Өзің бұлай адамдар өз-өзіне қарап жүрсе, нанды адамдар жейді. Мынандай кусок нанды жейді да, 3-4 шайнайды да жұтасың. Қалыпты адамдарға. Олай болмау керек. 20-дан астам 30-ға дейін шайнау керек тамақты. Үгітіп отыр, талқан қып, содан кейін сілекеймен өзі шыланып, асқазанға түсу керек. Дайын күйінде. Бірақ біз айтатынымыз сол. Тамақпен бірге сусын ішілмесін дейтін сол. Мынау келетті бәрі бір-біріне араласады. Мынау шыланды ғой. Қоймалжынға айналды. Одан кейін үстінен кеп су құйсаң болды. Бұны қорыта алмайды. Бұл жұмыс демейді асқазан. Ал соның бәрі толып, мұнан бәрі қысылды да, ішекке кетті мына. Емнестен ол ішекте шірейді. Көрдіңіздер? Өттің несі бар, анамда оның шамасы келмейді, ұйқы без келеді. Ұйқы без деген кислота екен. Ол сені ірітет, шірітет деген сияқты. Міне барлық жаңағы іш құрылысының бәлелері осыдан басталады екен. Содан келеді де мынандай ішектеріміз, мынандай ішек қой енді қарасаң, қой сойып көрдік е. Бұлардың бәрін анау керіліп, мынандай болып кеткен ғой. Ішектер. Мына ішектің өзіне, мына ішекті елестетіп көр. 7 метр мынау болса, қанша 12 бірдеме бәленбай метр бар адам ішінде е. Осының бәрі толды. Қақ мұсыр. Канализацияның тұрбасы толып жатыр. Істеп тұрған жоқ, анау айту бірдеме істеп организм шығарып жатыр, үлгермегендер мына қатпарларда бітеліп жатыр. Содан мына қарын бүйтіп салақтайды. Күннен күнге адамның қарны өсе береді. Денеңді май басады. Күш жоқ адамда. Неден пайда болады? Міне, иммунитет түседі ең әуелі.
Одан кейін бойының бәріне адам бойына токсин жайылады. Сініп тұрады. Салбырап май, күш жоқ, сіңірдің бәрі босап кеткен. Ал содан кейін келеді. Іш қату басталады. Іш деген мынандай, бірақ запор. Бұлай қарасаң, жеп жатыр, су ішіп жатыр, бірақ бұның бәрі бізге дұрыс сіңіп жатқан жоқ. Сонда тамақ болу керек, су болу керек. Екеуінің арасы 2 сағат. Оны басқа видеода айтылған. Тамаққа дейін 40 минут бұрын су ішіп алу керек, 40 градуста жылы. Одан кейін тамақ ішіледі, тамақпен бірге шай ішілмейді, су ішілмейді. Тамақтан кейін кем дегенде асығыс болса 1,5 сағаттан кейін, жақсы 2 сағат. Содан кейін барып 40 градуста су ішесің бе, шай ішесің бе, оны өзің білесің. Міне, сонда мына іш қату, запордың бәрі содан болады екен. Мынау кеп ішекке тіреліп қалған, мынаның бәрі суықтап кеткен. Міне мына тамырларды көрдіңіздер ме? Міне артерия, вена мынаумен өтіп жатыр, Міне мынадан асқазанға келді, мына ішектер суықтады. Қысқасын айтқанда, бәрі тітіркенді, мына тамырдың бәрі тітіркенді. Содан келеді да, мына жақтың температуралары дұрыс болмайды. Аяқ деген ең ұзақ жүректен, мынаның бәрі үйіт, мынаның бәрі салқындайды, варикоз басталады, неше түрлі. Содан кетеді адамдардың бәрі. Міне, соның бәрі себепші суықтық, мына ішектердің дұрыс жұмыс жасамауы. Айналып келгенде. Өт неге дұрыс жұмыс жасамай жатыр? Біз оның орнын басқа нәрсемен толтырып алғанбыз. Қазір адамдарға барсаң, қарасаң, тойларда мында отырады, етті жейт, соқты ішкен, бәрін ішкен, нығалып отыр, торттың бәрін жеп алып. Істеп тұрған жоқ асқазан, дем жоқ, нығалып отырады, дем ала алмай. Одан кейін не істейді? Коланы ұрады. Кола деген кислота. Міне, ми үйткені. Енді сені құтқару керек болып тұр. Ана мынауды ішеді, соң кейін мизим ішеді, анау ішеді, мынау ішеді. Сөйтіп мұнан бәрін ыдыратамыз. Сонда адам өзіне өз зиян келтіріп жүр. Ұзын сөздің қысқасы. Барлық нәрсенің бастауы суықты ішу, содан кейін ретсіз тамақтану. Бір-бірімен араластырып жүру. Содан келеді, мынаның бәрі қуаты түседі. Суықтық деген бір күнде әсер ете қоймайды, жарайды. Адамның иммунитеті өзі 30-35-тен кейін басталады. Қазір 20 болып кеткен. 20 жастағылар кәдімше тәнтіректеп қалған. Өйткені жүрген жүрісіміз қалай? Міне, мынадан көрсетші. Мынау лимфа дейміз. Мынау айырша без дейміз. Тимус деп айтылады, Міне, мынаның бәрі лимфа айналым, лимфаның каналдары, без тамырлар. Қанша міне тамырлар, қан тамырлар жатыр. Соның жанында 3-4 есеме көп лимфа тамырлар жатады. Осының бәрі суықтап кетсе, бүкіл бәле басталады тағы. Соның бәрі жаңағыдан басталады, міне. Ал қазіргі заманда мода дейміз. Мына көкіректі ашып тастаған. Әйел адамдар көбінде. Еркектерге дейін қасы солай. Кіндікті ашып тастаған. Бел ашық, 8 көздің бәрі. Мына тобық ашық. Қазір көрініп тұрмай аяғым? Жаздық аяқ киіммен жүреді, қыста іші жүндек қояды бірақ. Оның іші жүннің қанша жүн қаптасаң да, мынаның бәрі ашық болды ма, пайдасы жоқ. Өйткені мынаның бәрі бүйректің каналдары суықтайды. Өт, бүйрек, іш құрылыс. Болды, содан кейін барлық бәле тағы басталады. Сонда ең керекті жердің барлығын ашып тастаған қазір. Мына мойынның бәрі ашық, кеуде ашық, кіндік ашық, қылта тізенің бәрі ашық, тобықтың бәрі ашық. Болды емес пе? Бұдан кейін емделудің қажеті жоқ. Құдай сақтасын. Сондықтан біздің қазір айтатынымыз, ел боламыз десек, ұрпағымызды дұрыс сақтаймыз десек, тамақтануды реттеу керек, суықтан қашу керек, дұрыс киіндіру керек, дұрыс ұйықтату керек балаларды. Жүйеге бағыну керек, Алла тағаланың заңдылығына. Бұрынғы заманның адамдары бұл ғылымның бәрін білген жоқ, бірақ олар жүйені бұзбаған. Күн жүйесін, Алланың заңдылығын бұзбаған. Күн шықты, адамдар оянды, тіршілікке кірісті. Күн батты, құстар ұясына, жан-жануар қорасына, адамдар үйіне кірген, тамағын ішіп, 9-да 10-ға дейін ұйықтап қалған. Міне осы жүйе өте дұрыс. Кімде-кім осыны дұрыс ұстанатын болса, оның денсаулығы әуелі Алла қаласа, өзі харекет етсе керемет боларына міне сенімдіміз. Бұны ғылым айтып қойған. Біздің шығарып отырған нәрсеміз барлығы. Міне медицина осымен жұмыс жасау керек. Мектепте оқыту керек осыны. Мына лимфа айналымды, қан айналымды, зат алмасу,
іш құрылыс міне мынаны бәрі қалай істеп тұр. Осыны түзесе болды. Көп адам реттеледі. Міне қарын салбырап кету, май басып кету, ұйқы жоқтан, ұйқының өзі салмаққа әсер етеді. Мен ар жағында стресс анамауды айтпай-ақ қояйын. Салмақпен алысып жүр елдер, бірақ түнгі 2-3-те ұйықтайды. Түк пайдасы жоқ. Көп әйелдер бізге міне емге келеді, салмақ кеткен, ананың марафонына қатыстым, мынаған қатыстым, салмақ тастадым дейді. Марафон біткеннен кейін бұрынғы салмақтан басып кетеді. Бұл деген дұрыс түсінбеген жүйені. Тек қана дұрыс өздерінің тамағы бар, соны жеген, сонымен тастайды. Кейін қайтадан баяғы жартас бір жасас болғанда одан да көп салмақ қосып кетеді. Әр қазақ менің жалғызым деген осы. Міне тегін сабақ айтамыз, жасау адамның өзіне болады. 80% адам өзін өзі емдей алады. Болды.